ақш астанасы Вашингтон қазақ музыкасының ырғақтарымен тербелді. Тәуелсіздік күні қарсаңында алып елдің талғампаз көрерменіне ұлттық музыканың тарландары Тұран тобы концерт қойып берді. Елдер арасындағы мәдени, рухани байланысты нығайтуды көздеген мерекелік кештен тілшіміз баяндайды. Сайын даланың тылсым сазы Вашингтонның талғампаз көрерменін тәнті етті. Дәлел осы, Тұран тобы Америка құрлығына бір жылда екінші рет өнер көрсетіп отыр. Этно топтың ерекше шығармалары жиналған жұртты алаш тарихының тереңіне тартты. Тұранның терең музыкасынан ерекше қуат алған көрерменнің бірі Наурыз. Америкалық отбасыда тәрбиеленген ол түп тамырымен байланыстыратын шараға тап келгеніне ырза. Мен бұрында қазақ мәдени кештеріне қатысып жүрмін. Әрдайым келуге тырысам. Бүгінгі шара керемет болды. Өнерпаздардың шеберлігіне тәнті болдым. Вашингтонда тұрғанның бір жақсы жері қазақ елшілігі осындай кештер ұйымдастырып тұрады. Қалмауға тырысамыз, өйткені бұл Наурыздың төл мәдениетімен байланыста болуына жақсы. Концерт өткен Лиснер аудиториум ақштың тарихи орындарының тізіміне енген талғампаз көрерменге бек танымал жер. Осы сахнада Тұран тобымен қатар опера шеберлері Айгерім Алтынбек, Расул Жармағанбетов және виртуоз пианист Дина Мирманова да өнер көрсетті. Мен бірінші рет қазақтың мәдени мұрасымен мағынасы терең, мазмұны бай музыкасымен танысып тұрмын. Қазақстандық өнер иелерінің шығармашылық шеберлігі жан дүниемді баурап алды. Бұдан былай қазақ музыкасының тұрақты тыңдарманымын. Бұл концерт Қазақстан елшілігінің тәуелсіздік күніне жоспарланған шаралар легінің беташары болды. Қазақ музыкасының тұңғиық иірімдеріне тәнті болған көпшілік басқа да шаралардан қалмастай болып тарқасты. Жанел Нұрболатқызы, Маралбек Сағынғанов, Жібек жолы.